Қазақ өнері қашанда талантты жандарға бай. Солардың ішінде әншілік пен актерлік өнерді қатар меңгерген жұлдыздар ерекше орын алады. Олар тек сахнада ғана емес, экран алдында да өз шеберліктерін көрсетіп, көрерменнің жүрегінен орын табуда. Бүгінгі таңда танымал әнші актрисалар қазақ мәдениетінің дамуына зор үлес қосып келеді. Қазақстанды әлемге танытқан тұлғалар. Әміре Қашаубаев 1925 жылы Парижде өткен көрмеде қазақ әндерін орындап жүлделі орын алды. Сол кезде француз газеттері оның селек кездетін талант екенін жазды. Ал Сорбонна университетінің профессоры Пернофонографқа Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. Димаш Құдайберген 2017 жылы Қытайда өткен ем сәнгі жобасынан кейін әншінің танымалдығы бүкіл әлемге тарады. Қазір Димаш өз өнерін әлемнің үлкен сахналарында көрсетіп жүр. Геннадий Геннадиевич Головкин Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, орта салмақтауда супер, олдис, лайдейв және абнөр атақтарын ұзақ уақыт қорғап тұрды. Абай Құнанбайлы Абайдың шығармалары әлемге таралып, шетел тілдеріне аударылған. Әлемнің түкпір-түкпірінде Абайға арналған ескерткіштер мен көшелер бар. ЮНЕСКО аясында 1995 жыл Абай жылы болып аталған. Роза Рымбаева. Туған жылы, жері 1957 жылы 28 қазанда Семей қаласында туған. Танымалдылығы 1977 жылы Болгариядағы Алтын Орфей байқауының лауреаты атанды. Қаныш Сәтбаев. Туған жылы, жері 1899 жылы 12 сәуірде Павлодар облысы, Баянауыл өңірі. Танымалдылығы геология ғылымының негізін қалаушы, КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті. Мұхтар Әуезов. Туған жылы, жері 1897 жылы 28 қыркүйек, Шығыс Қазақстан облысы, Абай ауданы. Танымалдылығы Абай жолы романымен әлем әдебиетіне енді. Нұрсұлтан Назарбаев. Туған жылы, жері 1940 жылы 6 шілде, Алматы облысы, Қаскелең ауданы. Танымалдылығы Қазақстанның тұңғыш президенті 1991-2019 тәуелсіз Қазақстанды әлемге танытқан саяси тұлға. Қасым-Жомарт Тоқаев. Туған жылы, жері 1953 жылы 17 мамыр, Алматы қаласы. Танымалдылығы қазіргі президент, БО және халықаралық дипломатияда үлкен тәжірибесі бар. Мейрамбек Беспаев. Туған жылы, жері 1976 жылы, Жамбыл облысы. Танымалдылығы Музарт тобының мүшесі, Қазақстан эстрадасының көрнекті әншісі. Нұрлан Абдуллин. Туған жылы, жері 1960 жылы, Павлодар облысы. Танымалдылығы Қазақстан эстрадасының аңызы, түрлі елдерде өнер көрсеткен. Сәкен Майғазиев. Туған жылы, жері 1975 жылы, Түркістан облысы. Танымалдылығы Музарт тобының мүшесі, ел ішінде де, шетелде де концерттер берген. Илья Ильин. Туған жылы, жері 1988 жылы 24 мамырда, Қызылорда қаласы. Танымалдылығы ауыр атлетикадан бірнеше дүркін әлем чемпионы, Олимпиада жүлдегері. Данияр Елеусінов. Туған жылы, жері 1991 жылы 13 наурызда, Өскемен. Танымалдылығы 2016 жылы әлем чемпионы бокстан. Тоқтар Әубәкіров. Туған жылы, жері 1946 жылы 27 шілде, Қарағанды облысы. Танымалдылығы Қазақстанның тұңғыш ғарышкері 1991. Талғат Мұсабаев. Туған жылы, жері 1951 жылы 7 қаңтар, Алматы облысы. Танымалдылығы ғарышта 3 рет болған, халық қаһарманы, халықаралық деңгейдегі ғарышкер. Айжан Байзақова. Туған жылы, жері 1995 жылы, Алматы. Танымалдылығы скандалдық контент арқылы танылғанымен, кейін бизнеске бет бұрып, медиа кеңістікте белсенді тұлға ретінде шетелдік бақ назарын аударған. Қорыта айтқанда, қазақтың танымал әнші актрисалары өнердің сан қырын меңгерген, ел мәдениетіне үлкен үлес қосып жүрген тұлғалар. Олар тек ән айтумен шектелмей, кино мен театр сахнасында да өз шеберліктерін көрсетіп, халықтың сүйіспеншілігіне ие болуда. Осындай өнер иелері жастарға үлгі, ұлт руханиятының алтын діңгегі. Қазақ әнші актрисаларының табысы, олардың еңбекқорлығы мен шынайы талантының нәтижесі. Олар өнердің екі саласын қатар алып жүріп, елдің мәдени өмірін байытып келеді.
Осындай жұлдыздар, қазақ өнерінің бүгінгі бет бейнесі, халқымыздың мақтанышы.